Бүгінгі сабағымызда Қасым ханның ішкі және сыртқы саясатын қарастырамыз. Қасым хан қазақтың екінші ханы, Жәнібек ханның ортаншы баласы. Қасым хан жалпы өзі қазақ хандығының төртінші ханы. 1511-1518 жылдар аралығындағы Қасым ханның ішкі және сыртқы саясатын қарастырамыз. Қасым сұлтанның билікке келуі. Мұхаммед Хайдар Дулатидің жазбаларына сәйкес, Қасым бастапқыда бұрындық ханның белгілі сұлтаны, атты әскер басшысының бірі ретінде танылды. Жалпы қазақ хандығының алғашқы ханы Керей, Керейден кейін Жәнібек, Жәнібектен кейін бұрындық отырған болатын. Бұрындықтан кейін таққа Жәнібектің баласы Қасым отырады. Қасым жайлы негізгі деректердің көбі Мұхаммед Хайдар Дулатидің жазбаларынан. 16 ғасырдың басына қарай Қасым өзін бұрындықтан алысырақ ұстап тәуелсіздік танытты. Оның нақты билігі соншалықты ешкім бұрындық ханды есіне де алмады. Бұрындық қазақ хандығындағы өмірінің соңына дейін қазақ хандығын басқармай, кейін оңтүстікке қарай көшіп кеткен хан болып саналады. Енді Қасым ерлігіне араласып, 1511 жылы хан тағына отырған болатын. Оның алдында, яғни 1509-1510 жылдары Қасым хан Шайбани ханмен соғыстар жүргізеді. Ұлытаудағы қоныс тонауға ұшырайды, бірақ өзбектерді Қасым хан ақыр соңында талқандайды. Қасым ханның негізгі қонысы Ұлытау бөктерінде орналасқан. 1510 жылы Шайбани ханның қаза болуы Сырдария бойында қалаларды қайтарып алуға мүмкіндік жол ашқан болатын. Жалпы қазақ хандығы кез келген сыртқы саясаттағы негізгі басты мақсаты сыр бойындағы қалаларды өзіне қарату. 1511 жылы бұрындықты Самарқанға шығарып салғаннан кейін Қасым ақ кигізге отырғызып хан болып жарияланды. Яғни Қасым ханның таққа отырып қазақ хандығын басқарған уақыты ол бізде 1511 жылдан басталады. 1511 жылдан бастап Жәнібек ұрпақтары 19 ғасырға дейін үздіксіз билік жүргізеді. Тарихи Рашидиде айтылған, Қасым хан Жошы ханнан кейін ешкім жете алмаған Дешті Қыпшақта қуатты әміршіге айналып, даңқы мен құдіреті артты деп өзінің деректерінде жазған болатын. Сыртқы саясат. Сыртқы саясат бойынша. Қасым ханның сыртқы саясаты бойынша аумақты кеңейткен болатын. Енді бұл жерде бізде оңтүстік бағыттағы Сайрамға сәтті жорықтар ұйымдастырады. Сырдария бойындағы қалаларды бейбіт және әскери жолмен қарату негізгі мақсат болған болатын. Кейін батысқа қарай шекараның негізгі бөліктерін кеңейтеді. Осы кезде Батыс Қазақстандағы ірі мемлекеттің бірі ноғайлықтар, Ноғай ордасы ақырындап әлсірей бастаған болады. Осыны Қасым сұлтан тиімді пайдалану арқылы Ноғай мырзаларын Жайықтан Еділге қарай ығыстырады. Аумақты Жайықтың арғы бетіне дейін жеткізуді мақсат тұтқан болады. Ақыр соңында ол мақсатына Қасым сұлтан жетеді. Шығыс бағытта Моғолстанның негізгі бөлігі Жетісуды біріктіреді. Моғол хандығымен достастық, ынтымақтастық, қарым-қатынасты ұстаған болатын. Яғни бұл жерден Қазақстанның батысындағы шекара Ноғай ордасына дейін, яғни Жайыққа дейін барған болатын. Оңтүстікте сыр бойында қалалар. Ал шығыс бөліктегі негізгі шекарамыз ол Жетісу жеріне дейін аумақты басқарған болатын Қасым сұлтан кезеңінде. Енді Қасым хан қазақ аумағы батыста Жайық өзені, оңтүстікте осы Сырдария Сайрам, шығыста Жетісу, солтүстік шығыс бөлігінде Ертіс өзеніне дейінгі аумақты алып жатты. Қасым хан қарулы күрес пен дипломатиялық тәсілдерді үйлестіре отырып, шығыс жалпы осы Дешті Қыпшақтың үлкен бөлігіне өз үстемдігін орнатқан болатын.
Қасым Сұлтан кезінде Маңғыт тайпаларының бір бөлігі Сырдария бойында қалаларды және Жетісуды толық өз қарамағында ұстаған болатын. 1537 жылы Моғолия ханы Бұхара билеушісімен одақ құрады. Қазақ-қырғыз әскеріне ауыр жеңіліске ұшыратқан болатын. Қасым хан өлтірмей босатып жіберген, тұтқынға түскен Шайбанидың інісі Махмұд Сұлтан. Әрі қарай. Енді халықаралық арена, алғашқы байланыстар. Шекарамызды кеңейтті, негізгі аймақтарды барлығын Қасым Сұлтан хан белгіледі. Енді көрші жатқан мемлекеттермен байланыс орнатуымыз керек. Бірінші, Мәскеу мемлекетімен. Үшінші, Василий билік еткен кезде Қазақ хандығы мен Ресей арасында тұңғыш рет дипломатиялық қарым-қатынас орнатылған болатын. Батыс Еуропа мемлекеттерімен 16 ғасырдың бірінші жартысында қазақтар туралы мәліметтер неміс дипломаттарының жазбаларында пайда болды. Үшінші, аймақтық күштермен, яғни көрші жатқан мемлекеттермен, Ноғай ордасы, Моғолстан, Шайбанилер мемлекетімен күрделі саяси аренада бірде тату, бірде жау ретінде байланыстар орнатылған болатын. Ішкі саясат. Мемлекетті ұйымдастыру бойынша бір орталықтан басқару мәселесі Қасым хан кезеңінде ақырындап жүзеге асырыла бастаған болатын. Қасым ханның кезінде халықтың саны 1 миллион болады, әскердің саны 300 мың қарулы жауынгерге дейін жеткен болатын. Қазақ хандығында Мұхаммед Хайдар Дулатидің дерегі бойынша Қасым хан тұсындағы халықтың санын туралы негізгі мәліметті Мұхаммед Хайдар Дулати жазып қалдырған болатын. Қасым хан хандықты билікті орталықтандыру, салт дәстүр мен заңдарды сақтау жетістіктерге ақырын жеткізген болатын. Оның кезеңі қазақ мемлекетінің қалыптасуының шешуші кезеңі болған болатын. Қасым ханның қасқа жолы тарихи құқық негізі жинақтары. Керей хан, Жәнібек хан және де Бұрындық ханның кезеңінен кейін 4-ші ханымыз Қасым хан кезеңінде заң жинағы жазылып шыққан болатын. Ол бізде Қасым ханның қасқа жолы. Қасым ханның қасқа жолы 5 бөлімнен тұрады. Оның біріншісі мүліктік заң, екіншісі қылмыстық заң, үшіншісі әскери заң, төртінші елшілік, бесінші жұртшылдық. Енді бұл 5 заңның бөлімдерін бойынша негізгі тармақтарына тоқталамыз. Яғни бұл заңда не мәселелер қарастырылады. Бірінші, мүліктік заңда жер, мал және мүлік дауларын шешу мәселесі. Екінші, қылмыстық заң, қылмыстық түрлері мен жазалау жүйесі. Үшінші, әскери жасақ құру, әскери міндет, олжа білу қағидалары. Әскер құру, кез келген мемлекетте шабуыл жасау, не болмаса басқа мемлекет қазақ жеріне шабуыл жасау кезінде әскер құрамына алу және әскерді бөлім бойынша бөлу және де соғыстан кейін олжаны бөлу қағидаларының барлығы әскери заңның 3-ші бөлігінде қарастырылған болатын. Енді 4-ші, елшілік салт ережесі. Халықаралық құқық пен дипломатиялық этикет нормалары қарастырылған. Енді елшілік бойынша 2 мемлекет соғысып жатыр. 2 мемлекет соғысқаннан кейін олар міндетті түрде бір мемлекет екінші мемлекетке елші жібереді. Соғысты тоқтатайық деп. Ал соғысты тоқтату үшін екі жақта бірдей тиімді келісім шарттарға отырады. Осыны елшілік салт ережесі бойынша іске асырылады. 5-ші, жұртшылық заңы. Өзара көмек мейрамдар мен сарай тәртібінде жұртшылық заңы, яғни 5-ші бөлімде қарастырылған.
Бұл заң жинағы Құдай жалғыз, хан жалғыз ұстануына негізделген. Орталыққа шоғырланған басқаруды негізгі мақсат еткен болатын. Замандастарының бағалауы. Қасым ханды Мұхаммед Хайдар, Ибн Рузби хан, Бабыр сияқты заман тарихшылары Қасым ханды жоғары бағалаған болатын. Қазақтар арасында сол кезеңдегі атақты жеңімпаз, қазақ атаулының көзі мен шырағы деп Қасым ханды айтқан болатын. Екінші деректе Дешті Қыпшақтың аса көрнекті билеушілерінің бірі және сол кездегі аса құдіретті әмірші деп көрсетеді. Үшінші, құдіреттілігі мен даңқы шығып, ержүректілігі мен ен және халқының көп санымен беделі артты. Яғни сол кездегі тарихшылардың Қасым хан жайлы жазған деректері. Тағы бір негізгі деректерге тоқтала кететін болсақ, Зубадат әл-Асар кітабынан үзінді. Қасым хан бүкіл Дешті Қыпшақтың падишахы болды. Ол ұлы істер жасау үшін туған адам еді. Қасым ханның қисапсыз әскері қазақтар мен ноғайлардан құралған. Қасымның күш қуаты артқаны сондай, ол бүкіл Мәуереннахр өңірі үшін үлкен қатер болып отыр деп Зубадат әл-Асар кітабынан үзінді. Екінші, Үндістандағы ұлы Моғол империясының негізін салған Бабырдың Бабырнама кітабынан үзінді. Қазақ халқының хандар, сұлтандарының ішінде Қасым хандай құдіретті әмірші болған емес. Оның 300 мың әскері бар еді. Енді бұл жерде негізгі Қасым ханның әскер жағынан және әскерінің көптігі туралы мәліметтерді байқауымызға болады. Және де ішкі сыртқы саясатта да өте жақсы хан болғандығын осы деректерден де байқап көре аламыз. Енді қазақтың төртінші ханы Қасым ханның мұрасы. Қасым хан 1518 жылы Сарайшық қаласында қайтыс болған болатын. Сарайшық бізде Батыс Қазақстанда орналасқан. Сонда Қасым ханның ел билеу уақыты 1511 жылдан 1518 жылдар аралығында, яғни 7 жыл арасында ел билеген болатын. Қасым ханның билік жүргізген кезеңі қазақ мемлекетінің алтын дәуірі болды. Ол қазақ хандығын халықаралық аренаға шығарып, мықты әскери күш пен дипломатиялық беделге қол жеткізді. Қасым хан мемлекеттің негізі орталықтандырылған басқару жүйесін қалыптастырған болатын. Құқықтық дәстүр бойынша Қасым ханның қасқа жол заңдар жинағын ең бірінші рет шығарған хан ретінде тарихта қалды, және династиялық үздіксіздігі, Жәнібек ұрпақтарының билігі сонына дейін жалғасқан болатын. Енді Жеті хан мемориалды ескерткіш кешені Қасым ханның жерленген орны қазіргі Атырау облысында орналасқан болатын. Осылай бізде бүгінгі сабағымыздағы Қасым ханның ішкі және сыртқы саясатын қарастырдық.